Армысыздар! Алматы облысында өткен апта ел назарын аудартқан маңызды оқиғаларға, жаңа бастамалар мен мазмұнды іс-шараларға толы болды. Өңірдің қоғамдық саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени өміріндегі жаңалықтар Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық алаңдарында тұрақты түрде жарияланып отырды. Ендеше аптаның ең маңызды жаңалықтарына бірге шолу жасайық. Алматы облысының Райымбек ауданында өңірдің 90 жылдығына арналған Хан Тәңірі қазынасы халықаралық этнофестивалі жоғары деңгейде өтті. Шалкөде жайлауында ұйымдастырылған ауқымды шара қазақ халқының бай тарихын, ұлттық мәдениеті мен салт дәстүрін ұлықтаған үлкен рухани мерекеге айналды. Фестиваль аясында 150-ге жуық киіз үй тігіліп, қолөнер және этнодизайн көрмелері, ұлттық тағамдар жәрмеңкесі, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Сондай-ақ Қазақстанмен қатар Қытай, Түркия, Ресей, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан және өзге де елдерден келген шеберлер өз туындыларын көпшілік назарына ұсынды. Қауым, Райымбек ауданының 90 жылдық мерейлі белесі құтты болсын. Бұл аудан жұртшылығы үшін аса маңызды оқиға. Райымбек тарихы терең, ынтымағы жарасқан берекелі өңір. Осы өнегелі өлкеден көптеген тұғырлы тұлғалар шығып, ұлт мүддесі үшін қалтқысыз қызмет етті. Бердібек Соқпақбаев, Мұқағали Мақатаев және өзге де көрнекті қаламгерлер шоқтығы биік шығармалар жазып, өскелең ұрпақтың бойына отаншылдық, білімпаздық, еңбекқорлық қасиеттерін сіңірді. Салтанатты жиынға Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев қатысып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Райымбек ауданы тұрғындарына арналған құттықтау хатын оқып берді. Президент өз құттықтауында аудан халқының ел дамуына қосып отырған үлесін жоғары бағалап, өңірдің ауыл шаруашылығы, туризм және шекаралық аумақтарды дамытудағы маңызды рөлін атап өтті. Әлемге әйгілі актер Джеки Чан басты рөлді сомдайтын «Доспехи Бога. Ультиматум» халықаралық көркем фильмінің түсірілімі ресми түрде басталды. Осыған орай Алматы қаласында салтанатты шара өтті. Оған Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, сондай-ақ қазақстандық және халықаралық киноиндустрия өкілдері қатысты. Үкімет басшысының орынбасары Джеки Чанның Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамытуға қосып отырған үлесін жоғары бағалап, Қазақстан мәдениетін әлемдік аренада танытуға және екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға қосып отырған үлесі үшін алғыс білдірді. Бұл аптада газетімізде ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік шараларға кеңінен орын берілді. Облыс орталығындағы Бердібек Соқпақбаев атындағы саябақта ұйымдастырылған шараға облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев қатысып, облыс жұртшылығын ұлттық домбыра күнімен құттықтады. Аймақ басшысы өз сөзінде ел президентінің жарлығымен 2018 жылдан бастап шілде айының бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні ретінде тойланып келе жатқанын айтып, биылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген жаңа конституциямызда мәдени тарихи мұраны сақтауға айрықша көңіл бөлгенін атап өтті. Бұл жайында газетіміздің 9 шілде бейсенбі күнгі санында жарық көрген «Домбыра ұлттың үні» атты мақаладан таныса аласыздар. Райымбек ауданының 90 жылдығының аталып өтілуі, осы орайда өткен республикалық жас ақындар айтысы, Хан Тәңірі қазынасы халықаралық фестивалі, ғылыми танымдық конференция, журналистер форумы, өнер жұлдыздарының концерті, бәйге, спорттық жарыстар туралы да газетіміздің сенбілік санынан оқи аласыздар. В минувшие выходные побережье Копчегайского водохранилища зона отдыха Хивен Клаб стала точкой притяжения для мирового спортивного сообщества. Здесь с размахом прошел 5-й международный фестиваль плавания на открытой воде Oceanman Казахстан Алматы Копчегай 2026. Масштаб впечатляет: более 3000 участников из 20 стран мира и свыше 10 тысяч зрителей, превративший спортивный уикенд в настоящий праздник здоровья и дружбы. За 5 лет турнир вырос из амбициозного старта в узнаваемый спортивно-туристический бренд Казахстана, объединяющий профессионалов, любителей и особенных детей. Это подчеркнул аким Алматинской области Марат Сұлтанғазиев, открывая фестиваль.
Ocean Man не просто престижное спортивное событие, а праздник здорового образа жизни и открытости. Очень важно, что он объединяет людей разных возрастов и возможностей. Именно такие инициативы формируют здоровое и успешное поколение, сказал Марат Султангазиев. Аким Алматинской области Марат Султангазиев побывал с рабочей поездкой в Талгарском, Карасайском и Еңбекши-Казахском районах, где ознакомился с ситуацией на местах после чрезвычайных происшествий. В селе Бельбулак глава региона встретился с семьями, оставшимися без жилья после крупного пожара. В Карасайском районе осмотрел участки, где после сильных дождей возникла угроза подтопления и продолжаются восстановительные работы. А в Еңбекши-Казахском посетил урочище Батан, где размыла часть дорожного полотна. Аким области поручил ответственным службам провести восстановительные работы качественно и в сжатые сроки. Надо укреплять вот эту сторону, Да. так? И для того, чтобы укрепить, надо русло чуть двигать, да? Русло живого сечения мы можем рассчитать. Вот здесь где-то на карьер вывести и уже работы провести, дальше уже закрыть, да? Ну, ол үшін бағанағы хороший проект нужен и подготовка нормально нужна. Сухостой альтер кесілмеген. Бұлдан құлайды. Қаладағы әріптеспен сөйлесіңдер, мынаны тазалаңдар. Тазарту керек, мынаның бәрін кесу керек. О пятом международном фестивале плавания на открытой воде Ocean Man Казахстан 2026 рассказал Нурбол Молдабеков в статье «Эмоции, рекорды и большая вода». Об обновлении железнодорожного вокзала в городе Конаев читайте в статье Марии Каган «Новый облик старой станции». Открытие врачебной амбулатории в ауле Актирех Жамбыльского района. Рабочие поездки акима Алматинской области Марата Султангазиева в районы. Об этом и о многом другом читайте в номерах газеты «Огни Алатау». Алматы облысының орталығы Қонаев қаласында ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған ірі әлеуметтік жобаның іргетасы қаланды. Қонаев қаласында аутизм спектрінің бұзылыстары мен церебралды сал ауруына шалдыққан балаларға арналған заманауи оңалту орталығы салынады. Жоба 30 гектар аумақта жүзеге асырылып, оған 120 миллиард теңге инвестиция тартылады. Мұнда 350 мың шаршы метр тұрғын үй, балабақша, оңалту орталығы, белсенді ұзақ өмір сүру орталығы және жер асты автотұрағы бой көтереді. Жоба толық іске асқаннан кейін 2000-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылады. Болашақ оңалту орталығында ерекше балаларға медициналық оңалту, түзету, дамыту бағдарламалары, білім беру, психологиялық сүйемелдеу және ата-аналарға кешенді қолдау қызметтері көрсетіледі. Жаңа Конституцияның арнайы басылымдары Алматы облысындағы мемлекеттік мекемелер мен кітапханаларға табысталды. Бұл құқықтық мәдениетті арттырып, ата заңның қол жетімділігін кеңейтуге бағытталған маңызды бастама. Осылайша өңір өміріндегі елеулі оқиғалар мен өзекті жаңалықтарға арналған кезекті шолуымыз өз мәресіне жетті. Алматы облысындағы маңызды бастамалар мен жаңалықтардан хабардар болу үшін Алатау арайы, Аңи Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарын тұрақты түрде оқып, бақылап отырыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.